5 минуттың ішінде тойға онлайн шақыруды жасап үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін қарауды ұсынамын. Ең бірінші Canva деген приложениені Play Market'тен көшіріп аламыз. Жоғарыдағы мобильный видео деген таңдаймыз. Пустой деген басамыз. Ары қарай галереядан керекті фонды таңдауға болады. Бірақ мен сіздерге алдын ала жасалып қойған өзімнің видеомды қойып, соның артқы жағына жасап көрсететін боламын. Ары қарай жаңа лист қосу үшін плюс батырмасын басамыз. Галерея деген таңдап, өзімізге алдын ала көшіріп алған фонымызды қоямыз. Качествосы жақсы фондарды Pinterest деген программадан немесе Яндекстен көшіріп алсаңыздар болады. Мен осы фонды таңдап қойдым. Мына ең бұрышына апарып, жанындағы стрелкадан тарту арқылы размерге туралап қоямыз. Текст жазу үшін плюсті басып, текст деген таңдаймыз. Өзімізге қажетті тексті жазамыз. Мен мысалы, кезекті заказымды істедім, сол кісінің атын жазамын, Ысқақ 60 жас деп. Тексті жазған кезде оның шрифтін өзгертуге болады. Ысқақ 60 жас дегенді мен екеуін екі бөлек жазамын. Атын жоғарыға, жас деген төменге қарай жазамын. Себебі ортасына мен 60 деген санды енгізу керекпін. Енді галереяға кіріп, алдын ала көшіріп алған 60 деген санды енгізетін боламын. Ол санды қалай PNG форматқа ауыстыру қажеттігі туралы менің алдыңғы бомбонерки с нуля деген видеомда көрсетілген, содан көрсеңіз болады. Енді текстің цветін өзгертеміз. Төменгі жақта қарасаңыз, цвет деген бар. Сол жерде осы фонға байланысты өзі арнайы цветтер бөліп қойған, соның біреуін таңдайсыз. Енді шрифтті өзгертетін боламыз. Ол үшін шрифт дегенге кіріп, сол жерде лобстер деген шрифтті қолданамын көбінесе, сол қазақ тіліндегі шрифтке сәйкес келеді. Енді осы текстке анимация қоятын боламыз. Ол үшін анимация дегенді басамыз. Соның ішінде печать деген таңдаймыз. Енді қосып көреміз қалай болғанын. Енді мына 60 деген санның өзіне анимация қоямыз. Оған да тоже анимация кіріп, біреуін таңдайсыз. Енді осы бетке уақытын қоямыз, секунд. Фон белгіленіп тұрған шеттегі, екі шеттегі ақты тарту арқылы секундын қысқартуға немесе ұзартуға болады. Плюс батырмасын басып, екінші листті қосамыз. Ол жерге футаж қоятын боламыз, яғни қысқаша видео. Оны Pinterest деген программадан көшіріп алуға болады. Қалай көшіру керектігі туралы алдыңғы видеода бар, көрсеңіз болады. Енді осы видеоның үстіне санды қоятын боламыз. 60 деген басқаша үлгідегі санды қоямыз. Ол санның өзіне де анимация істеуге болады. Дәл бағанағыдай қайталап істеп шықсаңыз болады. Видеоның жасалу жолы осылай. Енді осына сақтап аламыз. Жоғарыда стрелканы басу арқылы скачать батырмасын басып, көшіріп аламыз соткамызға. Аяқталғанша күтеміз. Галереямызға сақталды. Енді осыған біз музыка және эффект қосу үшін мен CapCut деген приложение арқылы істейтін боламын. Canva'да жасаған бағанағы видеомды осы CapCut'қа салатын боламын. Видеоға эффект қосу үшін төмендегі эффект деген батырманы басамыз. Неше түрлі эффекттер шығады. Өзіңізге ұнаған эффекттерді қоясыз. Эффект таңдап галочканы басасыз, сол кезде қойылады. Видеомыз соңына дейін барлығына эффект қойып шығамыз. Эффекттің бәрін таңдап қойып болғаннан кейін енді біз музыка таңдайтын боламыз. Ол музыканы өзіңіздің соткаңыздағы бар музыканы қойсаңыз болады. Немесе бір өзіңізге ұнаған кез келген музыканы интернеттен көшіріп алып, немесе инстаграмнан көшіріп алып, сол инстаграмнан бір видеоның музыкасы ұнап қалса, соны сіз көшіріп алып, соның музыкасын извлечь етуге болады. Музыка қою үшін звук деген басасыз, сол жерде папкадан немесе извлечь из видео деп шығып тұрады. Сол мен извлечь из видео деген таңдап, инстаграмға көшіріп алған бір видеоның музыкасын қойдым. Енді видеомызды сақтаймыз, аяғына дейін 100% болғанша күтеміз. Одан кейін барлығын қосып көреміз, видеомыздың қандай болғандығын. Сіздерге бәрі түсінікті болды деген ойдамын. Егер түсінбей жатсаңыздар, комментке сұрақтарыңыз қалдырсаңыздар болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны да басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесіде мен Қазақстан туралы керемет бір бұйым жасап көрсететін боламын. Осы видеоның жасалу жолын достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.